Түрік сериалдарындағы ең бай 5 актриса, олар бір серия үшін қанша ақша алады? Түрік сериалдарының сұлулары экранда тек рөл ойнап қана қоймай, шынайы өмірде нағыз миллионерлерге айналғанын білесіз бе? Олардың бір ғана серия үшін алатын гонорарына Қазақстаннан бірнеше зәулім үй сатып алуға болады. Ал бұл тізімнің көшін бастап тұрған ең бай актрисаның байлығы тіпті Голливуд жұлдыздарын таң қалдыруда. Ол кім және оның есепшотында қанша миллион доллар бар? Бүгінгі видеода түрік киносының ең бай 5 актрисасының құпия табысы мен зәулім үйлерін көрсететін боламыз. Видеоны жіберіп алмас үшін қазірден бастап соңына дейін мұқият тамашалаңыз. Тізіміміздің 5-ші сатысында бишіліктен үлкен киноға келіп, миллиондардың жүрегін жаулаған Демет Өздемир. Айтпақшы, менің каналымда Демет Өздемир туралы видео бар, көріп шықсаңыздар болады. Демет тек сериалдардан ғана емес, әлемдік брендтердің жарнамалық бет бейнесі болу арқылы орасан зор табыс табады. Бейресми мәліметтері бойынша, оның жалпы байлығы 5 миллион доллардан асады. Ол бір ғана серия үшін шамамен 20-25 мың доллар табыс табады. Оның Стамбулдағы зәулім вилласы мен қымбат көліктер топтамасы жанкүйерлерінің таңданысын тудырып келеді. 4-ші орында қазақ көрермендеріне Қара махаббат немесе Черная любовь сериал арқылы жақсы таныс Неслихан Атагюл. Неслихан өзінің ерекше харизмасы мен кәсібилігінің арқасында Түркиядағы ең жоғары төленетін актрисалардың бірі. Оның байлығы шамамен 6-7 миллион долларға бағаланған. Журналистердің айтуынша, Неслихан тек жарнамалық келісімшарттың өзінен 1 миллион доллардан астам табыс көрген. Бірақ оның өмірде өте қарапайым екенін және табиғат аясында демалған жақсы көретінін біреу білсе, біреу білмес. 3-ші орында тек сұлулығымен ғана емес, Түркияның ең бай актері Бурак Өзчевиттің жары ретінде де танымал Фахрие Евджен. Бұл жұпты Түркияның корольдік отбасы деп те атайды. Фахриенің жеке байлығы 8 миллион долларға жуықтайды. Ол бала күтіміне байланысты кинодан сәл алшақтағанмен, әлеуметтік желідегі бір ғана жарнамалық пост үшін бірнеше мың доллар алады. Олардың отбасылық зәулім үйі мен қымбат саяхаттары желіде жиі талқыланады. Ал қазір біз алғашқы 2 орынға жақындадық. 2-ші орындағы актрисаның байлығы сізді таң қалдыруы мүмкін. 2-ші орында Түркияның ең стильді әрі батыл актрисасы Серенай Сарыкая. Серенай тек актриса емес, ол сонымен қатар театр жұлдызы және сән үлгісі. Оның есепшотында 10 миллион долларға жуық қаржы бар деп есептеледі. Ол түрік сериалдары тарихында бір серия үшін ең үлкен гонорар сұрайтын актрисалардың көшін бастап тұр. Оның Босфор бұғазына қарайтын қымбат пәтері мен люкс санатты көліктері оның табысының дәлелі. Және 1-ші орын түрік сериалдарының ең бай, ең танымал әрі ең ықпалды актрисасы Ханде Эрчел. Есігімді қақ сериалынан кейін Ханденің танымалдылығы әлемдік деңгейге көтерілді. Инстаграмда 30 миллионнан астам оқырман бар актрисаның жалпы байлығы 12-14 миллион доллардан асып жығылады. Ханде әлемдік қымбат брендтермен, мысалы белгілі зергерлік үйлермен миллиондаған долларлық келісім шарттарға отырған. Сонымен қатар оның миллиардер Хақан Сабанжимен қарым-қатынасы да оның мәртебесін одан ары арттыра түсті. Ханде Эрчел бүгінде Түркияның нағыз ханшайымы десек қателеспейміз. Міне достар, түрік жұлдыздарының экран сыртындағы шынайы өмірі осындай. Сіздің ойыңызша, бұл актрисалардың ішінде ең еңбек қоры және бұл байлыққа шынайы лайықтысы кім? Пікір бөліміне міндетті түрде жазып кетіңіз. Мен әр пікірді оқимын. Егер сізге қазақ тіліндегі осындай қызықты мәліметтер ұнаса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода қай сериал немесе қай актер туралы білгіңіз келеді, оны да пікірге қалдырыңыз. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.